Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге күнделік KZ платформасында қалай қамыжының сілтемесін енгізетінімізді көрсететін боламын. Ол үшін ең бірінші Google Chrome'ға болмаса әртүрлі браузерге кіреміз. Менде ол Google Chrome. Браузерге кіргеннен кейін біз өзіміздің Google дискімізға кіруіміз керек болады. Ол үшін Google аккаунтымыз болу керек. Соған кіргеннен кейін осындай 9 нүкте ашылады. Осы жерді басып, мына жерде Google диск дегенін таңдаймыз. Осы дискінің ішіне кіргеннен кейін сол жағында, жоғарғы жағында создать деген батырма тұрады. Осы создать батырмасын басып, өзімізге жеке папка ашсақ та болады. Ең бірінші бүкіл қымыжымызды, мысалы 5-ші сынып әр параллельдің қымыжысын бір жерге жинау үшін папка ашып алғанымыз дұрыс. Бұл папкаға мысалы атау береміз. 5-ші сынып қымыжы дейік. Қымыжы. Мына жерде П әрпіміз істемейді екен. Жақсы, создайтты басамыз. Міне менде папка шықты, 5-ші сынып қымыжы деген. Енді осы папканың ішін 2 рет шерту арқылы кіріп, осы жерге қайтадан создать дегенді батырманы бассақ, загрузить файл деген шығады. Енді бұл файлды ең бірінші бұл жерге жүктемес бұрын біз өзіміздің қысқа мерзімді жоспарымызды дайындап аламыз. Мен жұмыс үстеліне сақтап қойғам. Қысқа мерзімді жоспар 5-ші сыныптың мінекей тақырыбымен, барлық тапсырмаларымен осылай дайындап қойғам. 2 беттен тұрады. Енді осы қысқа мерзімді жоспарымды қазір Google дискқа жүктейтін боламыз. Міне создать, загрузить файл. Жаңағы жұмыс үстелінен қымыжымды таңдап аламын. Открыть. Мінекей, қымыжым енгізілді. Енді осы енгізілген қымыжымды мен сілтемесін көшіретін болам. Міне өзін жеке белгілеп алған кезде жоғарғы жақта сіздерде мынандай функциялары ашылады. Мына жерде копировать ссылку деген бар. Енді бұл ссылканы жүктемес бұрын біз бірінші бұл қымыжыны несін жасап алуымыз керек болады. Так, ең бірінші біз бұл қымыжының мінекей информация файлы дегеніне кіріп, действиясына кіреміз. Енді бұл жерде доступты ашып алуымыз керек болады бірінші. Ол үшін мінекей свойства дегеніне кіреміз. Осы свойствада настроить доступ деген бар. Настройка доступты басып, мына жерде доступ ограниченный болып тұр. Енді осыны шерту арқылы все, у кого есть ссылка дегенді басамыз. Бұл бізде осындай жасыл түске боялады. Читатель болып тұрады. Сол читатель болып тұра бергені дұрыс. Егер біз комментатор, редактор қылдырсақ, біздің қымыжымызға өзгерістер енгізіп тастауы мүмкін. Сол себептен читатель болып тұра береді. Готованы басамыз. Копировать ссылканы басамыз. Мінекей, сілтеме көшірілді. Енді өзіміздің күнделік кезетімізға кіріп, порталға кіріп, КТП-мізді ашамыз. Мысалы, 5-ші сыныпқа болса, 5-ші сыныптың КТП-сына барамын. Қысқа мерзімді КТП-ға барамын. Осы жерден мінекей календарное планирование менде орысша тұр. Осыған кіремізді КТЖ-ға. Осы жерде ашылған сынып, қай топ, қай сынып екен таңдап алып, осы жерге сілтемемізді қоямыз. Менде мысалы бұл менде мінекей растрлық суреттерді өңдеу деген сабағым болады. Міне осы жерге осы сілтемені қоямыз. Болды, сілтемеміз қойылды. Енді жаңағы күнделікті біздің өзіміздің бетімізге барсақ, сол жерден шығып тұрады. Мінекей барамыз. Бүгін демалыс. Ол менде вторник күні болады. 5-ші сыныптағы информатика.
міне менде сілтемем шығып тұрады. Енді бұл сілтемеге қазір өтетін болсақ, ол мен өзімнің аккаунтымнан болғаннан кейін мен редактор жасай алам, сол себептен солай ашылады. Енді басқа аккаунтпен кірген кезде тек қана көре алатын болады. Мен өзіме өзім жерде өзгертулер енгізе аламын қымыжыма. Дәл осы жерде. Тағы да сақтайсыздар, и болды. Ал егер де басқа Google аккаунтпен кіретін болсам, онда тек қана оқи аламыз, көре аламыз осы қымыжыны. Себебі біз читатель дегенді ғана таңдадық. Сол жақсы кәделеріңізге жарасын. Сіздермен болған Назым Оңғарбаевна, менің арнама жазылып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.